Assalamualaikum, qadrli жандар, қалайсыңыздар? Әлемдегі әділет, теңдік және бірге өмір сүру заңы. Біріншіден, әділ әрі адал болу, әсіресе ешкімнің құқығына қол сұқпау. Екіншіден, жазықсыз адам өлтірмеу. Үшіншіден, ұлттық, діни және тілдік ерекшеліктеріне құрметпен қарау. Қандай болса да, мұны қабылдап, менсінбеуге болмайды. Төртіншіден, адамзатқа, жануарларға, табиғатқа зиян келтірмеу керек. Бесіншіден, жер жүзі адамдардың ортақ игілігі. Оны шекаралармен жауып, түрмеге айналдырмау керек. Алтыншыдан, барлық адамды, табиғатты, жануарларды және жерді сүйіп, қамқор болу қажет. Жетіншіден, бүкіл адамзаттың, жануарлардың және табиғаттың генетикасын өзгертіп, бұзбау керек. Адамдардың уақытын ұрлайтын, оларды бақытсыз ететін нәрселерді ойлап таппау, жасамау. Тоғызыншыдан, қиын жағдайда қалғандарға өсіммен қарыз бермеу. Оныншыдан, аштықтан өліп бара жатса да, ешқашан адам етін жемеу. 11-ші, өзара құрмет пен сенімге негізделіп, паспорт, жеке куәлік және басқа да құжаттарды міндетті етуді жою. 12-ші, адамдарды құл етпеу, мысалы, алдап арбау арқылы өмірлерін шын мәнінде бекерге өткізбеу. 13-ші, бәсекеден туындайтын сен өл, мен тірі болайын деген өзімшілдіктің орнына өзара пайда келетін тең даму мен өмір сүру. Break time 0.5. 14-ші, тілімізбен және іс-әрекетімізбен өзгелердің абыройы, құрметі мен мүддесіне ешқашан нұқсан келтірмеу, әрдайым сақ болу. Break time 0.5 дейді. 15-ші, барлық ғылым мен жаңалықтарды қарапайым әрі қолжетімді етуге ұмтылу, сүйіспеншілік, адалдық пен мейірімділігімізді арттыру үшін әркімнің өзін табуына көмектесіп, оның қабілеттерін толық ашуға және дамытуға барынша жәрдемдесу. 17-ші, адамгершілікке қайшы әрекет жасамау, қоғамның моральдық деңгейіне теріс әсер етпеу. 18-ші, табиғи емдеу әдістерін кеңінен тарату. 19-шы, кешірімді болу, әділдік таныту және өзара есеп айырысу арқылы барлық жауапкершіліктерді толық шешу. 20-шы, әр істі өз маманына тапсырып, жұмыстарымызды дұрыс, жақсы әрі оңай жолмен шешу. Қадірлі жандар, бәріміздің де әлемді құтқару, көмек көрсету, өзімізге, отбасымызға, табиғатқа пайдалы істер жасау секілді тамаша тілектеріміз бар. Өкінішке қарай, қазіргі жағдайымызға қарасақ, бұл әлемді құтқармақ түгілі, тіпті алғашқы қауым дәуірінен де сорақы әрі аянышты істерге барып жатырмыз. Шынымен де, қазіргі ауыр оқиғаларға қарамастан өзімізді адам санап, бәрін саналы түрде бастан өткеріп, жай ғана өмір сүріп жатқанымызға мен де таңғаламын. Мысалы, осыншама нәрсеге қарамастан қалыпты өмір сүре алып жатқанымызға. Осы қасіреттерден кейін өлмегенімізге, немесе қайғыдан жарылып кетпегенімізге таңғаламын. Дүниедегі оқиғалар мен зұлымдықтарды санап тауыса алмайсың, жоққа да шығара алмайсың. Енді осының бәрін қалай түзете аламыз, қалай жақсырақ ете аламыз деп терең ойға батып, уайымдадым. Біз адамдар өзімізді жеткілікті тани алмай, түсіне алмай, күшімізді, қуатымызды және тағы да көп нәрсені білмейді екенбіз. Сонымен қатар, біз өзімізді өзіміз аша алмаған екенбіз. Нағыз адамгершілігімізді де, бәлкім, жеткілікті дәрежеде көрсете алмаған шығармыз. Дүниеде жақсы адамдар көп, бірақ мен кейбірімізді айтып отырмын. Енді түсініп отырмыз. Алла адамды бұл дүниеде сондай ұлы, сондай қайталанбас етіп жаратты. Ешкімді ешкімге ұқсатпады, ұқсатпайды. Шынында да, дамыған ғылым мен технология бұл шындықты анық көрсетіп отыр. Иә, біздің гендеріміз, дың кодтарымыз, сол қайталанбас саусақ іздеріміз. Міне, осының өзі-ақ ешқайсымыздың бір-біріміздің көшірмеміз емес екенімізді дәлелдейік. Біз расында да бір-бірімізге мүлде ұқсамаймыз. Сондықтан Құранда Алла айтады: кімде-кім бір адамды құтқарса, бүкіл адамзатты құтқарғанмен тең. Кімде-кім бір адамды өлтірсе, бүкіл адамзатты өлтіргенмен тең. Бұл сондай ауыр нәрсе, бір адамды өлтіру, мұндай ой ешқашан адамның санасына, тіпті түсіне де кірмеуі керек. Мүмкін фильмдер мен сериалдарда үнемі көргендіктен жүрегіміз осы қорқынышты шындыққа үйреніп, сезімсіз болып кетті. Адам өлтіру қаншалықты оңай нәрсеге айналды.
Сезімдерімізді жұмсап қарап отырамыз. Бұларға шынымен үйреніп кеттік пе? Сену қиын. Сондықтан бәрін өзімізден бастауымыз керек. Айфын көріп отырмыз. Адамдар өмірде үнемі біреуді үлгі тұтып, түрлі өнерпаздар мен жаңалықтардың соңынан еріп, өз-өздеріне азап шектіреді. Енді ең басына, жаратылыстың алғашқы сәттеріне оралайық. Алла адам денесін балшықтан жаратты. Сосын өз құдіретімен пішіндеді. Жанды періштелер емес, басқа емес, өз рухынан берді. Білімді де өзі үйретті. Бізге білімді ешкім үйреткен жоқ, тікелей өзі үйретті. Біз адамдар үшін ең тиімді білім мен ілім көзіне жету жолымыз дәл компьютер жүйесінде іздеу жүргізгендей зерттеу құралымыз ойлану. Отырып қайта ойлануымыз керек, көк нәрсе табамыз. Яғни ойлау арқылы таба аламыз. Сөйтсек, біздің кемшілігіміз еш нәрсеге 100% сенбеу екен. Алла бізге сенді, бірақ біз өзімізге 100% сенбеді. Егер қандайда бір міндетті 100% орындай алатынымызға толық сеніміміз болса, шын мәнінде көптеген нәрсені іс жүзінде жүзеге асыра аламыз. Егер тереңірек ойлансақ, оқиғалардың артындағы себептерге сәл ғана бас қатыратын болсақ, онда байқаймыз, көптеген ақпаратты шапқылап оқымай-ақ, арнайы күш жұмсамай-ақ ала аламыз. Тіпті сену қиын, бірақ түсімізде де жанымыз арқылы бізге даналыққа толы сабақтар беріліп, бір нәрселерді үйрене аламыз. Кемшілігіміз ойланудан қашуымыз және өзімізге деген сеніміміздің жеткіліксіздігі екен. Мұның шешімі өз-өзіне сенімділігімізді тауып, қиындықтарды еңсере білу. Мейлі судың үстінде жүргендерді ойлаңыз, мейлі мүмкін емес істерді атқарған адамдарды бақылаңыз. Олардың бәрінің ортақ сөзі мынау: ешқандай күш мені жеңе алмайды, ешқандай кедергі жолымды бөгей алмайды. Мен бұл істі міндетті түрде орындаймын дегендіктен олар табысқа жетеді. Біз асығыспыз, бағалап сөйлеп өтіп кетеміз. Мынау бұлай, анау олай деп өсек айтамыз. Бірақ ойлап қарасақ, мен өзімді 100% білмей жатып, қалайша анау бұлай, мынау олай деп бәріне баға беремін, бәрін айталамын. Шынымен ойлап көрсек, мен өзімді толық білмей жатып, қалайша сен бұлайсың, мен олаймын деп айталамын. Қазіргі таңда судың өзгеретінін ғылым да дәлелдеді. Ниетке қарай дұғаны қабылдайтынын, егер жақсы ниетпен дұға етсең, ол оң әсер ететінін, ал жаман ниетпен қарғап сілесең, жаман әсер ететінін білеміз. Жаман сөйлеп балағаттасаң, судың да соған сәйкес теріс әсерленетінін, өзгеретінін, тіпті жағымсыз иіс шығарып бұзылатынын білеміз. Сондықтан біреуді жамандау, жаман ойлау әлі ойымыздан шықпай жатып, денеміздегі су бізді улайды. Бұл бізге зиян келтіреді. Иә, Алла табиғатымыздағы жаратылысты қандай ұлы етіп жаратқан. Сондықтан ниет жиі айтылады. Үнемі қайталанатыны мынау: ниетіңді таза ұста, әрдайым жақсы ниетте бол. Егер жаман нәрсе ойласақ, өз денеміз өзімізге зиян келтірсе, неге үнемі жаман нәрселерді ойлап, басқа істерді жалғастыра береміз? Сондықтан Алла ең оңай жолды үйретті. Шын мәнінде қарасақ, нәпсіңнен баста, яғни өзіңнен баста дейді. Сондықтан Алла ең оңай жолды үйретті, нәпсіңнен баста, яғни өзіңнен баста дейді. Осы дүниені ойлайық. Қараңыз, егер әркім өзінен бастаса, әркім өзін құтқаруға кіріссе, дүниеде құтқаратын кім қалады? Ешкім қалмайды. Яғни құтқарудың да қажеті болмайды. Біз бүкіл әлемді, басқа нәрселерді құтқарамыз деп, басқа нәрселер үшін уайымдап, ананы мынаны күтумен, мемлекеттен күтумен, кейде жекелеген адамдардан күтумен, айналамыздағы адамдардан күтумен, бәрін күтумен өмір сүріп жатырмыз. Үміттеніп жүргендейміз. Жоқ, шын мәнінде бұл істің ең оңай жолын көрсетті. Өзіңнен баста. Алдымен өзімізді құтқарудан бастаса. Ең алдымен адамгершілік, ақыл ой, дене, экономикалық жағынан мен өзім құтылсам. Осылайша бәрі құтылса, дүниеде құтқаратын ешкім қалмайды. Ең оңай жолы осы. Шын мәнінде жолы да оңай. Иә, өткенде бастан өткердік. Күнәлар, қателіктер жасады. Бірақ адам кейде дүние өзгергендей, мүлде басқа адамға айналалады. Мысалы, алғашқы қадам тәубе ету. Екінші қадам бұл қателіктерді енді ешқашан жасамайтынымызға нақты уәде беру. Одан кейін аспаннан жер ауысқандай мүлде жаңа адамдар болып, болашаққа үмітпен қараймыз. Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. Мейірімді, жүрегі сонда кең, қанша үлкен күнә жасасақ та, бұл дүниеде тірі болсақ та, мүмкіндігіміз бар кезде тәубе етсек те кешіреді. Кешірмейтін ештеңесі жоқ. Сондықтан бір-бірімізге уақыт берейік, мүмкіндік жасайық, қайта-қайта мүмкіндік сыйлайық.
Қателік болса, бірден жазаламайық. Иә, біз адамбыз, қателесеміз, түзетеміз. Бұл сынақ әлемі. Сол себепті бір-бірімізге бірнеше мүмкіндік берейік, жақсы көрейік, адал болайық. Мен адал болмасам, басқадан қалай күтемін? Егер мен шын жүректен басқа адамдарды жақсы көрсем, онда бұл сүйіспеншілікті оларға сөзбен жеткізудің, айтудың өзі қажет болмайды. Олар да өздігінен сүйіспеншілікпен жауап береді. Сосын еркіндік деп айта береміз. Ойбай, еркіндігіміз кетті дейміз. Ал адамның берген еркіндігі не? Негізі Алла еркіндікті бізге туа біткеннен берді. Еркіндікті қолымыздан тартып ала алмайды ғой. Неге біз басқалардан күтеміз? Шын мәнінде мұқият қарасақ, мемлекеттің әділетсіз заңдарына, әділетсіз басқаруына, анау-мынауына шамадан тыс мән беріп жүрміз. Оларға тым қатты сенеміз, сол себепті өзімізді бақытсыз сезінеміз. Үнемі әділетсіздікке және басқа жағымсыз нәрселерге назар аударып, егер біз оны іштей қабылдамасақ, иә, тіпті кейде мәжбүрліктен кейбір нәрселерді жасауға тура келсе де, Алланың кешірімі шексіз болады. Шын мәнінде жүрегімізбен қабылдамасақ, кім не жасса да, әділетсіз заңдар болсын, жүйелер болсын, кім не айтып, не жасса да, адамдар бізге әсер ете алмайды. Себебі сен қабылдамайсың, мән бермейсің. Сен мән бермегенше, оның ешқандай әсері болмайды. Бүгінде тіпті құлдықтың өзінде таңғаларлықтай құлға айналды. Нәпсіміздің құлы, телефонның құлы, әкенің құлы, ананың құлы, баланың құлы, күйеудің құлы, әйелдің құлы болдық. Біз бәрінің құлына айналдық. Лауазым мен мансаптың құлы, байлықтың құлы. Бірі Алланың құлы болайық, оның досы болайық. Екіншіден, бұл дүниеде адамдардың бақытты не бақытсыз болуы, қорланған не қадірлі өмір сүруі тек біздің Алламен қарым-қатынасымызға байланысты. Яғни, бұл біздің адалдығымызға байланысты нәрсе. Біз қаншалықты адал болсақ, ол да бізге сондай қарайды. Егер олай болмаса, болмашы пайда үшін бұл дүниеде біздің абыройымыз болмайды. Шын мәнінде жақсы адаммен шынайы байланыс орнату үшін, оған барынша адал болуымыз керек, ешқандай жеке пайда көзденуіміз керек, оның махаббаты мен достығын ең басты тірегіміз етуіміз керек. Тек сонда ғана осындай достық пен адалдық шынымен де құнды болады. Егер біз пайда үшін дос болсақ, ешкім пайдақор достарды құрметтемейді, жақсы көрмейді. Сондықтан Алла бізге өз ризашылығымен істеуді үйретеді. Қарасақ, Алла үшін істе, жаңа нәрселер жаса дейді. Біздің бұл дүниеге келу мақсатымыз да осы. Біз өлтіру, жазалау үшін келген жоқпыз. Бұл сөз мүлде дұрыс. Бұл дүние сынақ алаңы. Бұл түрлі сынақтардың қанша уақытқа созылатынын ешқайсымыз болжай алмаймыз. Бірақ біз өте жақсы білетін бір нәрсе бар. Ұлы Алла бізді бұл дүниеге жіберудегі негізгі екі міндетіміз оны шынайы тану және барлық бұйрықтар мен тыйымдарын орындау. Себебі бізге үлкен немесе кіші болып көрінсе де, жақсылық жасау үшін бұл дүниеге келді. Біз бұл дүниеге қайырымдылық жасау үшін келді. Онда әрдайым жақсылық жасайық. Алла айтады, Алла үшін жақсылық жаса, құлшылық ет. Мынаны, ананы істе. Кейбір адамдардың былай деп айтқанын естиміз. Мен намаз оқымаймын. Көзіммен көрмесем, қолыммен ұстамасам сенбеймін. Сен Алланы көрмесеңге, оны білмесеңге, тіпті көзің көрмесе де, ішінде бір рух бар. Көздерім соқыр болса да түс көресің. Мысалы, осы түсті көргенде рухыңды көресің. Рухың тәніңнен шығады. Қазіргі заманда осыншалықты дамыған дәуірде рухтың 21 грамм екені және тіпті камералар арқылы жазылған барлық осы көріністер рух енді құпия нәрсе болудан қалды, енді көрінетін болды. Технологиялық камералар мен басқа нәрселер арқылы да біле аламыз. Ең болмаса түс көрейік. Түсімізде де рухымыз тәнімізден шығады. Бәрін анық көріп біле аламыз. Бірақ өзіміз сенбейміз. Әйтпесе, бұл дүниеде өтіріктің өзі жоқ қой. Тіпті қиялдың өзі де. Өтірік пиял құрсаң да, шын пиял құрсаң да, не істесең де. Бүгінгі ғылыми жетістіктер қиялдың жылдамдығы жарық жылдамдығынан 9 есе жылдам дейді. Онда барлық қиялымызда, рухымызда, бәріміз шын болса, Алланы көру үшін соқырмыз десек, мысалы, осы жерде рухыңды көре аласың, түс көресің мысалы. Соқыр болсан да айналаңа бір қарашы. Адамзатқа, табиғатқа, өзіңе, маған, айналадағы бүкіл табиғаттағы барлық нәрсеге қара. Жоқтан бар етіп, қазірге дейін қанша дамыса да, жоқтан бар етіп, мұны кім жасай алады? Бәрі қазір дайын. Біз не талқылап, не жасап, не ойлап таптық.
бар нәрселерді аздап бір-біріне қосып, кейбір нәрселер арқылы жаңа нәрсе жасауымыз уақыттың еншісіндегі нәрсе. Адам ретінде біз мұны істей аламыз. Сондықтан Алла адамның мен үшін жаса деген нәрсесі шын мәнінде өзіне керек емес. Тағы да айтады, маған қажет емес деп. Осылай қарасақ, жақсы адам болуды, жақсы нәрселерді ұсынады. Бұл нәрселерді істегенде мен не боламын? Шын мәнінде тағы да өзіме пайда әкелемін. Мен жақсы адам ретінде еске алынамын. Мен жақсы, бақытты, ерекше көңілді адамға айналамын. Оның тыныштығын тағы да өзім сезінемін. Басқалар оны алмайды ғой, тағы да мен аламын. Қарасам, бұл да өзіме пайда. Бірақ ол айтады, Алланың разылығы үшін жаса, жақсылық кек қайтарады дейді. Жақсылық жасасаң, жамандық қайтып келеді. Әйтеуір солай. Бірақ мұның бір хикметі бар екен. Кейбір нәрселерге қарасақ, неге жақсылық кек қайтарады? Онда адамдар жақсылық жасамаса болмай ма? Жақсылықтың сынағы осы екен. Егер жақсылықты адамдар көрсін деп жасасақ, шынымен бұл сынақтан өте алмаймыз. Бірақ мұның хикметі мынада екен. Егер Алланың айтқанындай, Алланың разылығы үшін жасасақ, ешбір адам менің алдымда қабыздар болсын, маған керемет сыйлық берсін, бірдеңе істесін деп ештеңе күтпесек, онда жақсылық жасаған адамдарымыздан жамандық келсе де, біз бұған ренжімейміз. Егер ренжсек, жақсылықты адамдар үшін жасаған боламыз. Егер ренжімесек, мән бермесек, онда сынақтан өтеміз, қиналмаймыз. Жақсылықтың сынағы осы. Міне, мұның нәзік тұстары осылар. Өзіміз тыныштықта өмір сүреміз. Сондықтан не істесең де, ештеңе Аллаға пайда да, зиян да келтіре алмайды. Айтқаны мынау, маған жәннат бер. Бір қайшы сияқты үнемі сұрай береміз. Алла бізге, мен саған күре тамырыңнан да жақынмын дейді. Саған сенен де жақынмын. Бізге рухты берген ол, бізді сөйлететін, әрекетке келтіретін, қимылдататын, сан түрлі даналық істерді жасататын сол. Сондықтан сөйлегенге қарама, сөйлеткенге қара дейді. Сондықтан бәрін көріп біліп тұрған жаратушының алдында мен біреудің меншігін қалай сұрап, талап ете аламын. Оған осылай істейін. Мысалы, жәннат Алланың меншігі. Бұл бай адаммен дос болып, одан пайда көру үшін дос болғанмен бірдей. Яғни, оның байлығына, басқа нәрселеріне бола дос болған сияқты. Бұл жағдайда бұл шынайы достық деп саналмайды. Шын мәнде ең бастысы Алланың махаббатын қалау. Жәннатта емес, тозақта ештеңе емес. Тек оның махаббаты ғана. Барлық адамдардың уайымы шынында осы болу керек. Біз Алланы қалай разы ете аламыз? Егер біз досымызды ойлап өмір сүрсек, бәлкім Алла бізге бір ақыл береді. Біреуді шын жүректен қуантсақ, қандай жолмен болса да, іс-әрекетімізбен, тілімізбен немесе басқа нәрселер арқылы керемет қуаныш сыйласақ, адамдар бізді қаншалықты жақсы көріп, құрметтейді. Ойланыңызшы, бізге осыншама мүмкіндік беріп, шексіз өмір үшін қысқа ғана ғұмыр бергенін, өте қысқа уақыт таныстырып, мәңгілік өмір үшін ойлануға шақырғанын, 100 жыл, 200 жыл, 1000 жылдық нығмет. Бұл шын мәнінде тіпті емес. Мен мұны есептей алмаймын. Кейбіреулер 8 секунд детті. Мүмкін Құранда қияметтің бір күні осы дүниенің 1000 жылына тең деп айтылғандықтан есептеп шығарғандары шығар. Бірақ ойласақ, мәңгілік өмір үшін, мәңгілік өмір үшін 100 жыл, 1000 жылдық нығмет түкке тұрмайды. Ол 1 секундқа да жетпейтін уақыт. Алланың махаббатымен бізді сондай бақыт етті. Өмірде ешқашан елестете де алмаймыз. Ол ғайып, бұл ғайып. Шынымен де ғайыпты біле алмайсың. Рух, біз үйренген ілімдердің ешқайсысы ешқашан ғайыптың ішіне кірмейді. Сондықтан қорықпа, үйрен, жаса, әрекет ет. Оны біле алмайсың делінгенде, шынымен де біле алмаймыз. Біз тек түсіне алмаймыз. Ілім сондай шексіз, Алланың әлемінде ол сондай бақытты етуді біледі, таңғаларлы. Сен аласың кеп, іштей қуаныштан жарылып кетердей боласың. Бірақ оны да ұмыттырады. Кейде бір нәрсені бастан өткермесең, оның әсері де болмайды екен. Кейде бір нәрсені бастан өткерткендіктен айтып отырмын. Сондықтан біздің қиялымызға ештеңе сыймайды. Сондықтан бәріміздің уайымымыз, шын мәнінде оны іштей қуандырып, қараңдар, періштелер, құлымды қандай әдемі жараттым дегізетіндей, бүкіл адамзатты қуантатын болуымыз керек. Біз Аллаға өзімізді көрсетіп, пайда немесе атау үшін емес, тек оның разылығын іздеп, осыны мақсат етсек, оны қалай қуантамыз деп ойласақ, уақытта мүмкіндікте береді бәлкім. Мүмкін кішкентай нәрселермен де қуанып, бақытты бола. Шын мәнінде біздің уайымымыз осы болу керек. Өйткені бұл жер сынақ әлемі. Барлығым өтеді кетеді. Құтқар деп дұға қыламыз, жалбарынамыз.
Егер дұғаларымыз қабыл болмаса, мынау болды, анау болды демей. Алла бізден не талап етеді, соған бір қаралық. Мені құтқар деп дұға еттік, тымыстық дұға еттік және қатты жалбанды. Бізді құтқар деудің қандай мағынасы бар? Жаман қиыншылықтардан құтылу, жақсы өмірге ие болу, мүлік жинау, атаққа жету. Міне, бұл керемет нәрсе. Соңында дұғаларымыз қабыл болды. Бұл өте жақсы. Бірақ Алланың бізден не талап ететінін бір ойлап көрейік. Біздің ойымыз да осы. Жан тапсырып өліп, жоқ болып, ғайып болу сияқты ма? Міне, нағыз құтылу осы. Өз-өзіне қол жұмсау, жанға қастық жасау мүлде тыйым салынған. Өйткені бұл мүмкіндік бір ақырет беріледі. Өте қымбат. Керемет, баға жетпес уақыт. Міне, бұл біздің өміріміз. Бұл бір ақырет берілген теңдессіз сый. Қиямет күннен кейінгі мәңгілік мекенімізді тұрғызу, сол мәңгілік өмірдегі дәрежемізді биіктету үшін бізге берілген жалғыз мүмкіндік осы дүниедегі өміріміз. Сондықтан бұл өмірді ерекше мұқият бағалауымыз керек. Дүние жоқ болар. Мағынасыз нәрселерге уақытымызды жұмсап, өмірімізді ешқашан ысырап етпеуіміз керек. Себебі бұл тек бір рет берілетін мүмкіндік. Сондықтан бізді құтқар деп дұға етіп, тілек айтқанда, шын мәнінде өлу, құтылу деген сөз. Одан кейінгісі Ясин сүресінде бар. Әттең, дүниеге тағы бір рет орал алсам ғой. Адамдар сенің рахымыңның қандай екенін білсе ғой. Сондай бір зар илейді. Адам бір сәтте құтылуға жетеді. Кейде шейіттер туралы кітаптарда жазылады. Тіпті маса шаққандай да сезбей. Кенеттен басқа бір өлшемге өткен сияқты болар. Ағылшын тіліндегі бедеменшін дегендей бірден өзгеріс болады. Көздеріңізді жұмып ашқанда оянып кеткендей боласыз. Солайша ол сізді мәңгілікке құтқарады. Біз ауыртпалықпен қарағанда бұл жан алу емес. Осы байлыққа, басқа нәрселерге былай істесе болмай ма еді деп ойлаймыз. Олай істесе, былай істесе, дұғаларымыз қабыл болмады деп ойлаймыз. Бір қараңызшы. Намаз оқу, шын мәнінде өзіңнің рухани дәрежеңді арттыру және өмірдің әкелетін қиындықтармен күресе алатын күшке ие болу деген сөз. Намаз оқымасақ, басқа бір рухани деңгейге өту сияқты көптеген шындықтарды түсіне алмаймыз. Өйткені біздің нәпсіміз бен тәндік қалауларымыз үнемі бізді өз ықпалында ұстайды. Дәл бір шабандоз атын немесе есейін тізгіндеп, қалаған жағына бұрғаны сияқты, бізде тәніміз бен нәпсімізді осылайша бақылауда ұстау үшін үнемі құлшылық етуіміз керек. Әйтпесе, біз тәкаппарлығымыздың, нәпсіміздің және басқа да нәрселердің құлы болып, өмір бойы тәніміз бізді басқарып, барлық жаман істерге итермелеп, өзімізді қорлап, өзімізге тозақ жасап, сол өзіміз жасаған тозақта жанып, азап шегіп өмір сүреміз. Намазды тек осы мақсатта оқымаймыз, мен үшін оқыма дейді. Бір жағынан қарағанда оқы деп үйреткенімен, бір жағынан оның пайдасы бізге, өзімізге тиеді. Осы сынақ дәрежесінен өтіп, басқа бір адамдық дәрежеге көтерілу үшін сәжде жасайық. Сәжде шын мәнінде өте ауыр нәрсе. Бірақ біз оны жасағанда, содан кейін сол дәрежеге өте аламыз. Қауыран нәрселер қандай болса да, бұл жерде мәселе тек қана құлшылық ету деп ойлайсыз ба? Әсте олай емес. Оның бұйырған барлық қайырлы істерін, оның жақсы деген барлық нәрсесін еш күмәнсіз, неге деп сұрамай, күдіксіз орындауымыз керек. Бір адам үздіксіз бір істі істеуге ниеттенген кезде, басқа біреу келіп, егер былай жасасаң ғана дұрыс болады деді. Бірақ мен қасарысып өз жолыммен жүре бердім. Сосын қарасам, шынында да әлгі адамның айтқаны дұрыс екен. Арадан 100 жыл өтсе де, 1000 жыл өтсе де, ішімнен бір дауыс, әй, айтпадым ба, әй, айтпадым ба, мен саған айттым ғой, айттым деп айқайлап тұрады. Құран барлық ілімдерді алдын ала хабарлаған өзгермейтін кітап. Әй, айтпадым ба, әй, айтпадым ба, айтпадым ба дегендей. Ең дұрысы. Ал біз сенбейміз. Өз жолымызбен кетеміз, уақытымызды босқа өткіземіз, сосын қайта айналып, бәрібір соған ораламыз. Ол дұрыс. Алланың сөзі дұрыс. Құранның үкімдері дұрыс. 1400 жылдан бері дұрыс.
Piyamet күніне дейін қандай үлкен жетістіктерге жетсек те, бұл ақиқат қашан өзгермейді. Егер солай болса, неге уақытымызды босқа өткіземіз? Өзімізге зұлымдық жасап, сенбегендей қиналып, дүниені тозаққа айналдырамыз. Сондықтан әрбір оқиғада үнемі Алла деп шағымданудың орнына теріс мінез құлықтардан аулақ болайық. Кішкентай ғана нәрсеге сабыр етіп, не болса да оны дұрыс деп қабылдап, уайымдамаса. Осыдан маған келетін хикмет не? Осы сынақты қалай өтемін деп ойласа. Бұл дүниенің сынақ екенін түсініп, соған сай әрекет етсек, бірден қарсы шықпасақ, ешбір оқиғаны наразылықпен қабылдамасақ, оның хикметін ойлап, соған сай қимылдасақ, өткен өтті. Оны қайта алмайсың. Ертең үшін мүмкін Алла берсе бар болады, бермесе жоқ болады. Дүние бір күн, міне сол күн, бүгінгі күн. Бүгінгі күнді солай өмір сүрсек, соған сай дұрыс шешімдер тапсақ, қарсы шықпай, сүйіспеншілікпен әрекет етсек, онда өмірде мүлде басқа бір өзгеріс болады. Яғни былай ойлайық. Өз бақытымыз үшін бір сәт ойланып көрейік. Ішімізден жарылып кетердей ерекше бақыт үшін өзімізді елестетейік. Бізді, тәнімізді ол жаратты. Алланың өзі жаратты. Рухымызға өз рухынан жан берді. Біз тіпті оның бір бөлшегіміз. Біз бәріне қауқарлымыз. Мәңгі өмір сүреміз. Бұл сондай үлкен бақыт, адам жарылып кетердей күй кешеді. Қиялымызға да сыймайтын бақытты беру үшін бізді жаратты. Ойласақ, біз қандай бақыттымыз, қандай ғажап, қаншалықты ұлы жаратылыс иесіміз. Алла рухымызға өз рухынан жан берді. Біздер Алланың өз рухынан үрлеп жаратқан жандармыз. Осының өзі бізге жетпей ме? Бүкіл ғаламның иесі Алланың жаратқан 18 мың әлеміне бір көз жүгіртсек, Алланың шексіз ұлылығы мен осы ғажап ғаламның кеңдігімен салыстырғанда, бәлкім бір құм түйірінің шаңындай да емес. Адамдарға қарамышы. Патша болдым, бай болдым, президент болдым дейді олар. Айталып, олар 100 жыл, 1000 жыл өмір сүрсе де, керемет істер жасап, дүниені дүр сілкіндірсе де, байлық пен биліктің шыңына шықса да, 1000 жыл өмір сүрсе де, бұл шексіз өмірдің қасында түкке тұрмайды. Егер сол мүмкіндікті жіберіп алсаң, сені мәңгілік азап билеген тозақтан кім құтқара алады? Онда бұл дүниеде сенен өткен бейшара адам болмайды. Сондықтан ойласақ, біздің тәніміз үстімізге киген киім секілді ғана. Біз өлгенде бұл киінді шешеміз, ал жанымыз мәңгі өмір сүреді. Сол себепті оның құдайлық мәнінен бір бөлшек алып жүргенімізді сезіну, оны ішімізде тірілту, қандай керемет қуаныш көзі. Бұдан асқан бақыт бар ма екен өзі? 5 жұлдызды қонақ үй аз болғандай. Енді 7 жұлдызды, 10 жұлдызды іздеп жүрміз. Әлі де бұл дүниені ерекше бір орын етуге тырысып жатырмыз. Мынаны жасаймыз, ананы жасаймыз. Жасамаған нәрсеміз қалмады. Бұл кем дүние. Осылай аталады. Бұл жер жұмақ емес. Жұмақтан басқа ешбір жерге бұлай үйрене алмаймыз. Іштей бір мазасыздық, бір күйзеліс сеземіз. Өйткені бұл дүние. Қаншалықты тез жетістікке жетіп, қаншалықты биікке көтерілсек те, қол жеткізгеніміздің құны соншалықты аз болады. Кейбір адамдар одан әрі ештеңе таба алмағандықтан өмірлерін қиды. Міне сондықтан бұл жер жұмақ емес. Бұл жерді жұмаққа айналдыру мүмкін емес. Нағыз бақыт біздің ішкі әлемімізде, өзіміздің болмысымызда жасырынған. Қарасақ, біз Алланың бір бөлшегіміз. Біреуді сүю, біреуге жақсылық жасау оның әмірімен, оның разылығы үшін болуы керек. Бұл дүниедегі ең қымбат нәрсе махаббат. Біз махаббатпен өмір сүруіміз керек. Ашық болдым деп айтатын сезім, алдамшы сезім. Шын мәнінде ондай ғашықтық жоқ. Әрине, нағыз ғашықтық бар. Бірақ адамға емес, тек Аллаға деген махаббат ескермейді, күшін жоғалтпайды. Ол ішімізде жанартаудай атылып шығады. Мысал ретінде осы дүниеден айтайық. Біреуге жете алмасақ, оны одан да қатты жақсы көреміз. Оны үнемі еске ала келеміз. Көп уақыт өтеді. Ал бірге бола алғандар, яғни ғашық болып қосылғандар, мейлі фильмдерде болсын, мейлі басқа жерде болсын, тіпті шынайы өмірде ғашық болдым деп үйленгендердің өзі көп ұзамай айырылысып кетеді. Түрлі мәселелер шыға бастайды. Ондай нәрсе болмайды. Ол толқуда қалмайды. Бұл махаббатта шексіз толқу жоқ. Бәрі өткінші. Мәселе осыда. Шынайы махаббат, тек Аллаға деген махаббат. Ол ешқашан ескермейді, өзгермейді, керісінше күшейе түседі. Сондықтан қалғандары махаббат емес, жай ғана сүйіспеншілік. Біз сүйіспеншілікпен өмір сүреміз. Бір-бірімізді сүйіп, ерлі зайыптылар ретінде біз Құранда айтылғандай бір-бірімізге киім сияқтымыз. Киімсіз өмір сүре алмағанымыздай, жалаңаш та жүре алмаймыз.
Сол сияқты бір-бірімізге үйренеміз, жақын боламыз, дос боламыз. Осылайша өмір сүре береміз. Бір-бірімізсіз өмір сүре алмаймыз. Сондықтан біз сүйіспеншілікпен өмір сүреміз. Біз бәрін жақсы көреміз. Адамзатты, бүкіл табиғатты, бәрін. Бұл сүйіспеншілік. Бұл жай ғана сүйіспеншілік. Бұл ғашықтық деңгейі емес. Ғашықтық деңгейі ол басқа нәрсе. Ішімізде ойлап, терең байланысқан кезде, бұл махаббат бар болса, біз ешқашан бұл дүние үшін уайымдап, басқа нәрселерге берілмеуіміз керек. Оны бұл дүниедегі ешқандай ләззат пен қуаныш ештеңе әкеле алмайды. Бере алмайды да, бермейді. Айтпақшы, қызық нәрсе, мысалы, адам құқықтары мәселесін алайық. Кейбір елдерге қарасақ, біз мұны сылтау етіп, адамдағы барлық кемшіліктер осыдан шығады деп ойлаймыз. Барлық бақытсыздықтардың себебін осыдан іздейміз. Сол кемшілігіміз сонымен болады деп ойлайтындаймыз. Шын мәнінде қарасақ, бұл дүние. Мұндай нәрселер дүниеде еш жерде жоқ. Ол кемшілігіміз тек жұмақта ғана толады. Оны Алла толтырады. Адамзат мұндай дүниелік нәрселермен оны толтыра алмайды. Сондықтан сол басылған мөрлерге, сол сөздерге алданып кетпей. Ішіміздегі адамдыққа жетпей тұрған нәрселерге бәлкім бұл сонымен тола ма екен деп ойламаңыз. Бұл кемшілік шын мәнінде жақсы нәрсе. Кемелдік тек жұмаққа ғана тән. Тек Аллаға ғана тән. Бұл дүниеден ләззат алып, бәрі толық болады деп шектен шығу ондай жағдай жоқ. Енді мына жағынан қарайық. Өз өмірімізге бір көз жүгіртсек, біз кімдерді дәріптеп жүрміз? Мысалы, ширк деп аталатын маңызды мәселе бар. Неде, қандай жағдайда Алла ширк жасаған адамның дұғасын қабыл етпеймін дейді, оны жақсы көрмейді. Мәселе, адам Алладан басқаны дос тұтса, шын мәнінде қатты жақсы көріп, оған байланып кетсе, немесе оның әмірлеріне бағынбаса, кейде өзімнен сұраймын, неге екен? Намаз оқудың парыз екенін біле тұра, неге орындамаймыз? Зекет бер деп айтқанына қарамастан, неге Алланың әміріне бағынбаймыз? Бірақ қызыл шамда өтпейміз ғой. Шын мәнінде қызыл шамнан өтсек күнә болмайды. Бұлар адамдар жақында ғана ойлап тауып енгізген ережелер. Бұл көбірек жүріп, көбірек бензин жағып, байлар ақша тапсын деп құрылған қақпан сияқты. Бұрын кейбір жерлерде мұндай нәрселер болмаған. Адамдар абайлап, айналасына қарап, өтіп кете беретін. Бірақ өзімізге бір қарап көрейікші. Мұнда біз кімге үлпендеп қаймыз? Үкімет, мемлекет деп, бәрін солардан күтеміз. Үкімет, мемлекет деп аталатын нәрсе жеке адамдар құрған компанияның атауы. Бұл біздің анамызда емес, әкемізде емес, басқа да ештеңе емес. Неге біз бұдан күтеміз? Бұл жай ғана компания. Ақылымызды қолдансақ, бұл бүкіл әлемде жеке адамдар құрған құрылым екенін көреміз. Егер оның заңдары әділетсіз болса, адамдарға бақытсыздық әкелсе, оны қабылдама. Жүрегіңмен қабылдама. Жүрегіңмен қабылдамаған кезде оның ешқандай күші қалмай. Өзің білетін құдайлық әділетпен, дұрыс ережелермен, Алла үйреткен әділетпен өмір сүр. Қай жерде болсан да, бұдан басқасына мән берме. Егер әділетті болса, өзің таңдасаң да, басқа бір нәрсе болса, оның жолы басқа. Бірақ ондай бар ма? Мен білмеймін. Әрине, егер бар болса, біреуді таңдасаң, басқа бір нәрсе істесең, өкіл болып осындай істің басында тұрсаң, бұл адамның өмірінде болуы мүмкін істердің бірі. Бірақ бұл әділетсіздік болып, адамдарды бақытсыз ететін болса, оны қабылдамаңыз, жүрегіңізде қабылдамаңыз. Бұл бастамасы. Жүрегіңнен бастатсаң, оның күші қалмайды. Маңызды емес, елемеңіз. Сонда бизнестің барлық түрлерінде солай болады. Кім не десе де, өзіңді жаншуға жол берме, осы себепті езілме. Сондықтан кім не айтса да, не жазса да, оған мән бермесең, бұл нәрселердің күші әсері болмайды. Қарамышы, нәпсіміздің құлы, бәрінің құлы болып кетті. Алланың құлы болайық. Балаларымызға, өмірде ең қатты қадірлейтіндерімізге сондай байланып қаламыз. Дүние мүліктің құлы болып, бүкіл күнімізді соған арнаймыз. Алла бізге көп байлық берсе де, соған қанағаттанбай, одан да көп табуға тырысамыз. Әрдайым ойымызда байлық жүреді. Басшылар да мансабымды қалай көтеремін, тағы не істей аламын деп ойлап, соның қолына айналады. Олардың уайымына беріліп, өзімізді жоғалтып аламыз. Бұл былай болды, былай болды. Барлығын теңестіру және өлшеуге. Балалар ата-анасының меншігі емес. Олар бізге сынау үшін тапсырылған жандар. Меншікке солай. Дәрежемен лауазымда солай. Қалғанның бәрі де солай. Сондықтан еш нәрсеге шектен тыс байланып, табынбай, бәрін өз орнымен сүюіміз, өз орнымен құрмет көрсетуіміз керек.
Бұл дүниедегі сынақтың бір бөлігі болғандықтан осылай қарауымыз керек. Жүрегімізге шынжырмен байламауымыз керек. Сонда біз оның қолы, бұның қолы, баланың қолы, жардың қолы, дүниенің қолы, малдың қолы, дәреженің қолы болудан құтыламыз. Егер Алланың шынайы досы, шынайы құлы болсақ, міне сол кезде бәрінен құтылып, бақытты боламыз. Осы ойыма келгенде мынаны да қосайын. Білгеніңіздей, Құран ешқашан өзгермеген. Оны ешкім өзгерте алмайтын кітап. Бұл шынайы дін. Сондықтан қандай да бір дінді үйренгіңіз келсе, ең алдымен, егер біз Құранды оқып, зерттесек, оны білсек, онда Құранды барлық діндерге қарсы сүзгі ретінде қолдана аламыз, сүзгі ретінде. Негізі, Забур, Тәурат және Інжілдің өзгермеген түріне сенбесек, әрине, мұсылман бола алмаймыз. Бірақ адамдар жазып қосқан түрлі нәрселерді түсіну үшін алдымен Құранды жақсы білуіміз керек. Бірген кезде оны сүзгі сияқты ажырата аламыз. Кім не қосты, кім қосты? Шынайы нәрсеге әрине сенеміз. Барлық пайғамбарлар Алланың жаратқан пайғамбарлары. Біз ешқашан бір пайғамбарға сәжде жасап, намаз оқымаймыз. Олай жасасақ, иманнан шығамыз. Біз тек Аллаға ғана құлшылық етеміз. Қалғандардың бәрі пайғамбар болғандықтан Адам нан Мұхаммед ға дейін Иса сияқты арада өткен 124 мың пайғамбарға сенеміз. Оларды пайғамбар ретінде қабылдаймыз. Оларға табынбаймыз, оларды жақсы көреміз. Бұл дүниедегі ұстаздар себептер сияқты ғана. Ендеше біз жасаған жақсылықтарды, істерімізді, мінез құлқымызды кімге қарап істейміз? Адамдарға ма? Жоқ, адамдардың. Бәріміз әртүрлі күнәлар жасаймыз. Пайғамбарлардан басқа әркім күнә жасай алады. Әркім күнә жасай алады. Алайда бізге жол көрсету үшін пайғамбарларды жібергендіктен, олардың өмірін, істеген істерін оқып, үйренуіміз керек. Әсіресе пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уә сәлемге қарасақ, өмірімізде қажеттінің бәрін одан таба аламыз. Үлгі алу үшін тек қана пайғамбарларды аламыз. Басқа адамдарды емес. Ол бұлай істеді, бұл бұлай істеді деп оны өбетіп, сонымен дауласып, ұрыспайық. Пайғамбардың өмірін үйренсек, ойымызға келген өмірдегі күрделі мәселелерге шешім табамыз. Олардың бәрі пайғамбарымыздың өмірінде бар. Дипломатия бар ма, басқа нәрсе бар ма? Ғылым, білім, басқа не болса да басымызға түскен қиындықтар, сұрақтар бәрі оның өмірінде бар. Олардан пайда ала аламыз. Бірақ бәріміз бұл дүниеде қайталанбас болып жаратылғанымыз үшін, ешкім ешкімге ұқсамайтындықтан өз артықшылықтарымызды өзіміз ашайық. Яғни, ішімізден шыққан өз болмысымызбен өмір сүрейік. Ешкім ешкімге әсер етпесін. Сонда оны немесе мұны қайталап, бақытсыз болудың қажеті жоқ. Ешкім басқа біреудің орнында бола алмайды. Бір-бірімізді адам болғанымыз үшін жақсы көреміз. Егер адам болмағанда, осы дүниеде адам тауға, өзенге, гүлге ғашық болар ма еді? Бұл дүниеде адамдай әдемі нәрсе бар ма? Біз баға жетпес, таңғажайып қайталанбас жаратылғанбыз. Бәріміз бір-бірімізге қонақпыз. Жақында бәріміз бұл жерден кетеміз. Ұрысатын, таласатын не бар? Бүкіл мүлік Алланың мүлкі. Мұнда не берсеңге, отаныңды ма, қалаңды ма, үйіңді ме бересің? Қандай жұмыс істесең де, өз еркіңнен берсең болар. Мұнда айтылатыны тек әділетсіздікке қарсы тұру. Пайда үшін өзгелерге қысым жасап, шабуылдап, алдап, әртүрлі нәрселер алынғанда, Алла бізге әділетсіздікке қарсы тұруымызды айтады. Сондықтан, ей адамдар, қадірлі жандар, өзімізді төмендетпейік, өзімізді сүйейік, құрметтейік, бір-бірімізді жақсы көрейік. Бір-бірімізді жақсы көріп, көмектескенде ғана толық бақытпен өмір сүре аламыз. Байлықтан емес, басқа бір құмарлықтан емес, ішімізден шыққан сүйіспеншілікпен, ішімізден шыққан нәрселерді іздеп отырып ойлансақ, сол нәрсеге назар аударсақ, басқа әртүрлі нәрселерге еріп кетпесек, сонда көреміз, жауап та шығады. Бәрі де анық болады. Өзімізді тапқанда, өзімізді ашқанда, ешкімнің ешкімге жете алмайтынын түсінеміз. Сол кезде бәрін бір қалыпқа салуға тырысу, мен сияқты ойласын, мен сияқты әрекет етсін, менің жолыммен жүрсін, ол сияқты бола алмадым деп өкіну мүлде мағынасыз болады. Ешкім басқа біреудің дәл өзі бола алмайды. Алла әркімді әртүрлі жаратты. Кейде екі дін ғалымы да бас қосқанда пікірталасып қалуы мүмкін. Негізінде әрқайсысы өз тұрғысынан дұрыс болуы мүмкін. Құранға жүгініп, оны оқығанда әрқайсымызға жеке-жеке арналып жатқандай сезінеміз. Сол кезде маған берілген насихат пен саған берілген насихат әртүрлі болғандықтан даудамай болмауы керек еді. Бұл Алланың керемет өнері, ажайып даналығы.
Әр адам Құранды оқып, ойланғаннан кейін, өзіне не қажет екенін ең жақсы өзі білетіндіктен, Құран арқылы оқиды және әрқайсысына әртүрлі насихат береді. Өйткені әркімге әртүрлі насихат беру оның даналығының талабы. Сондықтан бір-бірімізбен дауласып, ренжітуге негіз жоқ. Өзімізді Алла арқылы, Құран арқылы байланыстырайық. Сол кезде ғана насихатымызды, сабағымызды сол жерден аламыз әрі үйренеміз. Өмірде кәсіби тұрғыда да көптеген мәселелер бар. Мен 20 жыл оқыдым, 30 жыл оқыдым. Өте қиналдым. Басқалар да қиналсын. Жоқ, бұл қате. Алла жеңілдеткенді қиындатпа дейді. Бұл жағдайда мен қиын нәрсені үйрену үшін 20 жыл еңбек етсем де, оның мәнін, оңай жолын тауып, адамдарға мал-мүліктен емес, білімімізді, ілімімізді беруіміз керек. Ештеңе істей алмасақ та, бір жымиюдың өзі де садақа дейді. Сондықтан ең болмаса жымиып, білгеніміздің, тәжірибеміздің бәрін басқаларға үйрету біздің міндетіміз. Бұл дүниеде бәріміз тең бөлісіп, бірге пайдаланып өмір сүруіміз керек. Солай болғанда бәрі әлдеқайда әдемі болады. Кейбір адамдардың айтқандарына алданып қалмайық. Олар әділет, әлсіздердің ойлап тапқан сылтауы дейді. Тіпті кейбір елдерде еститіндеріңізге таң қаласыз. Егер күшті болсаң, зұлымдық жасап, қысым көрсетсең, бәрі сенікі болмай ма деп. Мықты болсаң, әділдіктің қажеті жоқ. Не айттым, не істедім. Не болса да, бұл шынымен солай ма, соны ойлап көріңіз. Бұл әлемдегі оқиғалар бірінші рет болып отырған жоқ. Перғауындар тұсында талай озбырлар келіп кетіп, өздерін Құдай деп жариялап, түрлі істер істеп, ұзақ өмір сүріп, залым болып жатты. Сонымен нәтиже қандай болды? Құдай уақыт береді. Ол уақытты қаншаға созатынын білмейміз. Себебі жаратушы ол. Сондықтан шайтанға қарсы шайтан болып тұра алмаймыз. Адам ретінде адамшылығымызды сақтаймыз. Шайтан болса, шайтандығын жасайды. Бұл сынақ әлемі. Сондықтан ол залымның сөздері де ұзаққа бармайды. Қарасақ, Құдай бәрін құтқан. Құдай әрдайым үстем. Жеңіс әрдайым Құдайдікі. Сондықтан үмітсіздікке түспей, және сондай күйге түспей. Өлсек те, өлтірілсек те, ең басты қорқатын нәрсе мынау. Сымақты сәтті өте алдым ба? Осы дүниедегі өмірімді бос нәрселерге емес, Құдай бұйырғандай ұлы әрі дұрыс істерге жұмсап, ысырап етпей өмір сүре алдым ба? Міне, осы дүниедегі өміріміздің сынақ әлемі болуына байланысты. Осы сынақтан өте алдық па, өте алмадық па деп алаңдауымыз бен қорқуымыздың себебі де осы. Басқа нәрселерден емес, тек осыдан. Бұл сынақ әлемінен кім болсақ та, бәріміз кетеміз. Кейбір адамдар жақсылық жасау әлсіздердің ісі дейді. Оны әлсіздік деп қабылдайды. Бұл сенің әлсіздігің дейді. Адам өзіне сенгенде, күші жеткенде, күштіреп болғанда ғана басқаларға көмектесе алады, басқа істерді істей алады. Біз ұйғырларда осындай бір мақал бар. Мың ісім болса да, демалуға уақытым жоқ. Қозғаламын, бірақ күшім қалмайды. Аллам бар болса, қайғым болмайды. Бұны бәріңіз білесіздер. Бұл дүниеде толық тыныштық таба алмаса да, ата-бабаларымыз Аллаға тәуекел етіп өмір сүрген, сондықтан да қайғы көрмеген. Ұмытпай айта кетуің керек, біз дүниенің қай жерінде болсақ та, кім болсақ та, қандай жағдайда өмір сүрсек те, өзімізді кемсітіп, басқа нәрселерге қарап, бәрі жаман болды, былай болды, олай болды деп тым қатты әсерленіп, соншалықты шағымданбауымыз керек. Сондықтан үмітсіздікке түспей, әрдайым Аллаға үміт артып, бір-бірімізге жақсылық жасап, көмектесіп, бұл дүниеде жағымсыздықтарға мән бермей, не болса да күліп өмір сүрейік. Жыласақ та күн өтеді, күлсек те күн өтеді. Міне, осындай сынақ әлемі. Бұл жер жұмақ емес. Шын мәнде бұл соншалықты жабысып, ұшақтап қалатын жерде емес. Сондықтан өмірімізді мәнді әрі әдемі ету үшін шынайы ниетпен жақсылық ойлайық, жақсылық жасайық, жақсылық иесі болайық. Еш болмаса айналаңызға бір жымиыңыз. Ең болмаса бір-бірімізді көргенде жымиып қояйық. Қадірлі жандар, қай ұлттан болсақ та, адамгершілігімізді тауып, адамша өмір сүрейік. Мен жазған осы 20 тармақты заңды елеусіз қалдырмайық. Ең болмаса қабырғаға іліп қояйық немесе бір жерге сақтайық. Әрине, бұдан басқа да көп нәрсе бар. Алланың шариғаты бар, және оны үйренуіміз керек. Ең болмаса адамгершілігімізде, қай дін мен ұлттан болсақ та, кім болсақ та, осы қағидаларды бір шетке ысырып қоймай, берік ұстанып, осыған ант етіп, осылай өмір сүремін, басқаша әрекет етпеймін. Осылай болуым керек деп бәріміз өзімізге уәде беріп, ант ішіп өмір сүрсек, тек өзімізді өзгертуді бастасақ, онда әлемді құтқарудың қажеті болмайды. Барлығы түзеледі және өз орнына келеді. Мен бұған сенемін, білемін және кейбір нәрселерді жүрегіммен сеземін.
Осынша зұлымдық, осынша көргеніміз жетер енді. Бұлардың бәрі артта қалады. Бәрі өз жолына түсіп, жақсы болады. Сондықтан дұғамызды ешқашан үзбейік. Басқалар бұзса да тәубе етсек, ұмытпаңыздар, Алла бәрін кешірер. Мен бола алмадым, істей алмадым. Менен үміт үзілді демеңіздер. Жоқ, ешқашан олай емес. Бәрімізге дем алып жүргенімізше Алла мүмкіндік береді. Сондықтан ешкімнен ештеңе күтпей, өзімізден бастап бәрін Алланың разылығы үшін істеуге тырысайық. Ешкімді ренжітпей, ешкімнің артынан өсек айтпай, ешкімді кемсітпей не істесек те бәрібір кешірім сұрауымыз керек. Егер біреудің ақысы болса, оны өтеуіміз керек. Басқа нәрселер жасаған болсақ та, бұлардың бәрінен өте аламыз. Алла бәрімізді аман есен қылсын. Сынақтарымызды жақсы өтуімізді нәсіп етсін. Сау болыңыздар. Шынында атым онша маңызды емес, бірақ менің атым Қайрат Сыдық. Қазір Америкада тұрамын. Келесі кездескенше Аллаға аманат болыңыздар.